15-20 ақпан аралығында Үштөбе мектебінде дене шынықтыру сауаттылығы апталығы басталды. Апталықтың бірінші күні. Бағдарламаға сәйкес апталықтың ашылуына орай өңірдің үздік спортшылары, бокстан Қазақстан Республикасының спорт шеберлері, халықаралық жарыстардың жеңімпаздары Ахмет Ақберген мен Икрашев Сұңғатпен кездесу болды. Кездесу барысында оқушылар сұрақ қойып, өз сұрақтарына жауап алды. Жоғары сыныптар арасында Олимпиада тарихына байланысты баяндама оқылып, викториналық ойындар өткізілді. Және 5-13-11 сынып арасында баскетбол мергені атты торға әртүрлі қашықтықтан доп лақтыру сайысы өткізілді.